Не болды? Ей, мен ұрлық қылғанда ай жарық болды деп. Ой. Мен той жасайтын кезде карантин басталып кетсе бола ма? Ей, сенің есігіңнің алды өзі бір кең емес па? Жасаса есігіңнің алдына. Тойды ма? Е? Туба. Айттыңыз-ау сізде. Ұят емес. Несі ұят, кімден ұят? Елдің бәрі ресторанда, тойханада жасап атса, мен есік алдында жасап атам ба? Не бөптің? Күлмей ма бәрі? Ей, біз сол есіктің алдына той жасап, сол жерде өсіп өліп, көбейіп көктедік біз сол жерде. Несі бар екен? Енді ақсақал, енді әңгіменің ашығы, енді о 400 адам тойына бардым ғой мен. Ал? Енді апарғанымыз бар. Енді жиде болмаймыз мен. Міне сендердің міне тойларың, ниеттерің 2 жастың бақыт емес. Ағайынмен, дос-жаранмен бақталастық. Анау 400 шақырса, мен 500 шақыруым керек. Анау 500 шақырса, мен 600 шақыруым керек. Адам тойды не үшін жасайды, соны айтшы. Тойды адам 2 жастың бақыт үшін. Міне. Жаңа айттым ғой, көпшіліктің дұғасын алу үшін. Міне, мынау айтылған дұға бата, бұның бәрі сенің мынау дуалдарыңда, сенің есігіңнің алдында қалу керек. Алланың берекесі, нұры қай жерден тілек шықты, соған жауады. Сонда ол саған берекет алып береді. Берекеттерін қалдана барған жеріңде, той жасаған жеріңде. Рахатын біреу көріп отыр. Сонда есік алға жасасаң пайдасы бар екен. Көрдің ба? Мен бұны ойламаппын ақсақал. 2 жас бақытты болсын десең, мынау дұға тілектің бәрі өзіңе дарысын десең, онда есігің алдына жаса. Жүр, дар шақырып алғансын жасайық. Ой, сөндір, көп нәрсе білмейсің ғой.